Бараат түні артықшылығы және жасалуы керек амалдар. Құрметті бауырлар, бүгін біз ерекше, қасиетті түн, бараат түні туралы сөз қозғаймыз. Бұл түннің артықшылығы қандай? Ол түнде қандай амалдар жасау керек? Бараат түні күнәлар кешірілетін, Алланың мейірімі ерекше төгілетін түн. Осы түннің маңыздылығын бірге қарастырайық. Бірінші, бараат түні дегеніміз не? Бараат түні Шағбан айының 15-ші түні, яғни ислам күнтізбесі бойынша ерекше түндердің бірі. Бұл түн Ләйлатул Бара немесе кешірім түні деп аталады. Өйткені бұл түні Алла тағала көптеген пенделерінің күнәларын кешіреді. Бараат күнәлар кешірілетін рахмет түні. Айша, Алла одан разы болсын, анамыздан жеткен хадисте пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Уа, Айша, бұл түннің қандай түн екенін білесің бе? Деп сұрады. Мен, Алла мен оның елшісі жақсы білет деп жауап бердім. Пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Бұл Шағбан айының ортасындағы түн. Алла тағала бұл түні пенделеріне мейіріммен қарайды. Кешірім сұраушыларға кешірім береді. Мейірім сұраушыларға өзінің мейірімін төгеді. Алайда пиғылы жаман адамды мейірімсіз қалдырады. Әрі олар зұлымдықтан арылмаса, оларды жарылқамайды да деген. Келесі хадисте пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, былай дейді. Алла тағала Шағбан айының ортасы болған түні пенделеріне мейірімін жаудырады. Тек қана өзіне серік қосушы мен жүрегінде мұсылман бауырына деген кегі бар адамнан басқасының барлығының күнәсін кешіреді деген. Яғни, бұл түні Алланың кешірімі ерекше мол. Екінші, бараат түні қандай ерекшеліктерге ие? Күнәлар кешірілетін түн. Бұл түнде Алла көптеген пенделерін кешіреді. Бірақ тәубе етпегендер, Аллаға серік қосқандар, ата-анасына қарсы келгендер және жүрегінде кек сақтағандар кешірімге ілінбейді. Ризық, өмір және тағдыр жазылатын түн. Кейбір ғалымдар бұл түнде келесі жылға дейінгі адамдардың ризық несібесі, өмірінің ұзақтығы және тағдыры жазылатынын айтқан. Алланың ерекше мейірімі түсетін түн. Бұл түні Алланың мейірімі ерекше төгіледі. Тек шын ықыласпен кешірім сұрағандар ғана осы мейірімге бөленеді. Үшінші, бараат түнде қандай амалдар жасау керек? Намаз оқу. Бұл түнде нәпіл намаздарын көп оқыған жақсы. Пайғамбарымыз Шағбан айында көп намаз оқып құлшылық еткен. Құран оқу. Бұл түні Құранды оқу жүрекке нұр береді. Алланың сөзіне көңіл бөліп, оның мағынасын түсінуге тырысу керек. Кешірім сұрау және тәубе ету. Бұл күнәлардан тазаланатын түн. Пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, Шағбан айының жартысы толғанда түнін намазбен, күндізін ораза ұстаумен өткізіңдер. Өйткені Алла тағала күн ұясына батқанда, кешірім тілеуші бар ма, кешірейін. Ризық сұраушы бар ма, ризық берейін. Ауру сырқауға ұшыраған бар ма, шипасын берейін. Қане, не сұраушы бар, деп таң шапағы атқанға дейін рахымын төгеді деген. Шынайы тәубе етіп, өткен қателіктер үшін кешірім сұрау қажет. Аллаға шүкіршілік айту. Өмірімізде Алланың берген нығметтер үшін шүкіршілік ету маңызды ғибадаттардың бірі. Ата-анамызға дұға жасау. Бұл түні ата-анамызға, отбасымызға, бүкіл мұсылмандарға дұға ету ең жақсы амалдардың бірі. Ораза ұстау. Пайғамбарымыз Шағбан айында көп ораза ұстаған. Сондықтан келесі күні ораза тұту сауапты іс. Усама бин Зайдтен, Алла одан разы болсын, жеткен хадисте пайғамбарымызға, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, Шағбан Ережеп пен Рамазан айларының арасындағы адамдар бұдан ғапыл болып жататын ай. Бұл айда амалдар Алла тағалаға көтеріледі. Мен амалымның ораза ұстаған хәлімде көтерілуін қалаймын деген. Адамдармен татуласу. Бұл түнде жүрегіміздегі реніштерден арылып, адамдармен татуласқан жөн. Төртінші, бараат түні кімдер кешірілмейді? Кейбір адамдарға бұл түннің берекесі тимеуі мүмкін. Хадистерде мына адамдардың кешірімге ілінбейтіні айтылған. Аллаға серік қосқандар, ата-анасына қарсы келгендер, кек сақтаушылар, адамдармен араз болған, жалған сөйлейтіндер, өз нәпсісіне еріп күнә жасаушылар. Егер осындай қателіктеріміз болса, бұл түні тәубе етіп, Алладан кешірім сұрайық. Қорыта айтсақ, бараат түні күнәлар кешірілетін, ризық пен тағдыр жазылатын, ерекше мейірімге толы түн. Бұл түні біз Аллаға жақындап, шынайы ықыласпен құлшылық етуге, тәубе жасап, дұға жасауға тиіспіз. Пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, Алла бізге Ережеп пен Шағбан айларын берекелі қыла гөр, бізді Рамазанға аман есен жеткіз деп дұға жасайтын. Алла тағала баршамызға Шағбан айын берекелі етіп, Рамазан айларына аман есен жетуімізді нәсіп етсін. Егер бұл видео сізге пайдалы болса, лайк басып, пікір қалдырыңыз және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Алла баршамызды осы түннің берекесіне бөлесін.